Саламатсыздар ма оқушылар, біздің бүгінгі тақырыбымыз сұхбаттасу мәдениеті. Оқу мақсаты тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Ендеше оқушылар, келесі бейнероликке назар аударайық. Амандасу бейбіт бейілдің, ыстық ықыластың белгісі. Қазақ ұғымында сәлем берудің де салмағы, мән мағынасы бар. Қазақ халқының ең үлкен сыйластық дәстүрі кәрі мен жасқа, ұл мен қызға, ана мен келінге деген ерекше құрмет ретінде әртүрлі амандасқан. Ер азаматтар қос қолдап, Алланың сізге рахметі жаусын деген сөзбен амандасқан. Сәлемін қабыл алған адам уағалейкум ассалам деп жауап қатқан. Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкум ассалам айналайын, өркенің өссін, молда бол айналайын. Үлкен адамдар кішкентай жеткіншектердің маңдайынан сүйеді. Бұл маңдайы жарқыраған асыл азамат бол дегеннің белгісі. Ал көзден сүю, көзімнің ағы мен қарасындай қымбатсың, өмірімнің жалғасысың, менің көзімсің дегенді білдіреді. Қазақ 2 жастан асқан баланы бүлдіршін дейді. Бұлдырлап тілі шыққанда періштедей пәк перзентті тек иіскеп қана қойған. Өйткені жас баланың иісін иіскегенде қарт адам рухани нұрланады екен. Халқымыздың амандасу салтының ішіндегі ең ерекшесі келіннің сәлемі. Келін ата-енесімен қайын жұртына қол беріп, немесе бет жақындасып амандаспаған. Өзіндік келіндік ізгілігін ұстанып, үлкенге деген құрметін иіліп қана көрсеткен. Ұлтымыздың ұранды ұлы ат үстінде жүрген. Өз секілді тепсе темір үзетін үзеңгілестеріне аттан түсіп сәлем берген. Бір-бірімен төс қағыстырып, амандық сұрасқан. Төс қағыстыру батырларға ғана тән. Бұл арқылы шынайы достықтың белгісін көрсетіп, үлкен сенімін білдірген. Демек, бір-біріне сенетін жігіттер ғана төс қағыстырған. Қырасып келе жатқан қыздар серлерді кезіктіріп қалатын болса, бас изеп қана амандасқан. Көпшілік ортада бір-бірлеп емес, жалпыға ортақ сәлемдескен. Бозбаламен бойжеткен сыйластық танытып, тек ишара ғана жасаған. Бұл біздің дәстүрімізде ұл мен қыздың арасындағы сыпайылықты сақтаудың құнды белгісі болған. Бейнероликті тамашалап болсақ, оқушылар келесі тапсырманы орындап мұғалімге жолдаңыздар. Амандасудың түрлерін қандай жағдайда қолдануға болатындығын көрсетіңіздер. Ерлер арасындағы амандасудың, әйелдер арасындағы амандасудың, қыздар мен ұлдар арасындағы амандасу әдебін, үлкен мен кішінің арасындағы амандасу әдебін. Оқу тапсырмасына құлақ түріңіздер, оқулықтың 15-ші бетіндегі 3-ші тапсырмаға назар аударыңыздар, төмендегі сөздерді қатыстырып диалог құрайсыздар. Жалпы саны 9 түрлі амандасу түрі берілген, осыларды қатыстырып диалог құрайсыздар. Сабақ аяқталғаннан соң рефлексия жасаймыз. Маған бүгінгі сабақ ұнады. Маған бүгінгі сабақты игеру қиынға соқты.